Сәуірдің 2-сі 2022 жыл Бруклин ботаникалық бағы. Бұл жерде Жапон бақшасы деп аталатын орын 1915 жылы ашылған. 7-10 күндік ғұмыры бар сакура гүлін көруге келетіндер мұнда өте көп. Жалғас, сәлем, Ания апай, сәлем. Бүгін жалғастың тапсырмасын орындадым. Сонау елде Таразда жатып, менің бір табиғатқа деген, гүлге деген құмарлығымды білетін болу керек. Жалғас сакураны барып көрдіңіз бе дегенде, алдымен өзім де аң-таң қалдым. Кейін мен де жиналып бардым. Сакураның соңғы гүлдерін көріп қалу мүмкіндігі туды. Ақ түсті және күлгін түсті екен. Қазір енді бір керемет төгіліп, өзінің бір ғұмырымен қоштасып жатқан сәттерінің бір өзін көріп қалдым деп айтуға болады. Сакурамен сырласу атты сиясы кеппеген өлеңімді сіздерге тарту етемін. Ұзақ тұрдым аңыз гүлдің алдында, сәуір айы самала жел тербеген, табиғаттың тұнығына қандым да, мауқым бастым жан дүнием шөлдеген. Еске түсіп, өткенім мен кешегім, есеп бердім танысымдай бұрынғы, кейбір сынға алдым деймін төселіп, жайқалады түсінгендей сырымды. Қысқа екен сенің сұлу ғұмырың, ұзақ болса жұрт осынша келер ме? Осы сәтпен биік менің тұғырым, әлде қашан айналғанмын өлеңге. Сұлу сәттен ләззат алсын сүйініп, көрген жұрттың көңілінен кір кетіп, ұзақ өмір сүргенімше күйініп, жарқын өмір сүрсем болды бір жеті. Солай дейді паң сакура ырғалып, өзге гүлге ұсынып бар кезегін, бүршігінде жанды тербер сырғалып, қош айтысып тұр ғой әне сеземін. Өткінші өмір, неткен тезде шолақсың, дүниенің түбін ешкім жетпеген, адамдар-ау, біздерде бір қонақпыз, арылайық құнығу мен өкпеден.